Я ученик 9 Е-класса города Тарас, школа гимназии номер 39 имени Ивана Панфилова, Кенет Багровлет. Сегодня я вас познакомлю с одним из героев декабрьских событий Кайрата Рыскулбекова. Кайрат Нурайбаевич Рыскулбеков родился 13 марта 1966 года. Был шестым ребенком в семье, после чего он поступил в школу-интернат, а его родители работали в совхозе Куртерек в Муйнкурском районе, в селе Куртерек в Жамбылской области. После чего он окончил десятилетку и подал документы в архитектурно-строительный институт в 1983 году. Однако с первого раза у него не получилось, и его забрали в армию, после чего он подал заявку повторно и в 1986 году поступил в архитектурно-строительный институт в городе Алматы. И, как вы видите, за мной стоит памятник музей, посвященный героям декабрьских событий, в том числе Кайрату Рыскулбекову. Он был открыт ко дню города Тарас в 2018 году. До 1986 года в республике не происходило никаких серьезных перемен, но противоречием стал пятый пленум Центрального комитета Коммунистической партии Казахстана, где Михаил Горбачев вместо Данилхабеда Кунаева назначил Колбина. Это и послужило поводом для начала декабрьских событий в Алмате. 17 желтоқсанда республика алаңында адамдар, негізінен студенттер мен жұмысшы жастар жинала бастады. Жиналғандар орталықтың кадр саясаты саласындағы әдістеріне наразылықтарын білдіреді. Олар Лениннің ұлттық саясатын бұрмалауды, республиканың егемендігін құрметтеуді талап етті. Жастардың саяси наразылығын қолданыстағы билікке қауіп ретінде қарастыра отырып, басшылық әдеттегі күш әдістерімен әрекет етті. Алматыда бейбіт демонстрацияны тарату үшін үкіметтің бұйрығымен Боран 86 құпия жедел жоспары құрылды. 1986 жылғы желтоқсандағы оқиғалар барысында түрмеде жұмбақ жағдайда қаза тапқан жас демократ Кайрат Рыскулбеков жастардың бостандығы үшін күрестің символы болды. 17th December, people, mainly students and young workers, began to gather at Republic Square. Thus, Gasfred expressed their displeasure with the centrist methods in the field of national policy. They demanded not to disrupt Lenin's national policy, to respect the sovereignty of republic. Бұнадан таза басым бар, 21 жасым бар, Асқалдақтай қаным бар, Бозторғайдай жаным бар, алам десең алым бар. Кайрат деген атым бар, қазақ деген затым бар, еркек тоқты құрбандық, атам десең атыңды. С этими словами он стойко встретил приговор суда. Кайрат Рыскулбеков жақсы есімі 1992 жылы 21 ақпанда қалпына келді. Ол 1996 жылы 9 желтоқсанда толықтай ақталды. Қазақстан президентінің жарлығымен оған қайтыс болғаннан кейін одан орденімен халық қаһарманы атағы берілді.